Сәлем, 4-ші сынып оқушылары. Бүгін біз жаңа тақырып 3-ші бөлім, 3-ші модуль 36-ші беттегі Treasure and Heritage бөлімін өтетін боламыз. Яғни Treasure қазына, Heritage мұра. 36-ші бетті ашамыз. Бірінші бізде суреттер тұр, я. Бәйтерек монумент, Singing Sand, шерқала, Eagle, Apples, домбыра, Lake қайынды, and yurt. Яғни барлық суреттер берілген, суреттермен жақсылап танысамыз, және келесі беттегі 37-ші беттегі тапсырманы орындаймыз. Осы суретке қарап отырып, бұл жерде карта берілген, яғни карта арқылы. So, exercise 1. Look at the map. Answer the question. Бірінші тапсырма картаға қара дейді, және сұрақтарға жауап бер дейді. Мен қазір сұрақтарды оқып шығамын. First question, бірінші сұрақ. This house hasn't got windows. What is it? Яғни, ол үйдің терезесі жоқ. Ол не? A yurt. Яғни, ол қар үй. Я, жауабы. Келесі тапсырма. Сұрақ. In this lake, trees come out of the water. Ол көлде ағаштар судың үстінен шығады. What is the name of the lake? Ол көлдің аты не? Картаға қараймыз, ол көл Lake қайынды, яғни қайынды көлі. Үшінші, what fruit comes from Kazakhstan? Қазақстаннан қай жеміс-жидектер шығарылады? It's apple, яғни алма. Third, it shows the nest of a mythical bird. What is it? Яғни ол үлкен бір қасиетті құстың ұясын көрсетеді. Ұясын бейнелейді. Ол не? Ол бізде бәйтерек монументі, я? 5. Find a mountain that looks like a yurt. What is the name? Үлкен қареге ұқсайтын үлкен тауды көрсет дейді. Картаға қараймыз, ол бізде шерқала. 6. It can sing. What is it? Don't choose a bird. Ол ән айтады. Ол не? Бірақ құс таңдамаймыз. Ол ән айтатын бізде Singing Sand, яғни өлең айтатын құм. Мына жерде тұр, Singing Sand. Келесі, 7. You can play this with your hands. What is it? Оны қолдарымен ойнайсың. Ол не? Ол бізде домбыра. 8. This animal is on the Kazakh flag. What animal is it? Ол жануар біздің қазақтың жалауында белгіленген. Ол қай жануар? Яғни ол құс бізде eagle, бүркіт. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Read and answer right in your notebook. Яғни мәтінді оқып, сұрақтарға астындағы 8 сұраққа жауап беру керекпіз. Мен мәтінді оқып түсіндіріп берем, және сұрақтарға бірге жауап беретін боламыз. It was my 11th birthday on September 29. My friends and I had a treasure hunt in the park in front of my house. There were 6 of us and we were pirates for the day. It was a great fun. We went up and down the park to find all our party food. The sandwiches were behind the tree and the drinks were in a box opposite the table. And where was my birthday cake? It was on a chair under a big hat. All my friends found a present each. Then we sat down to eat. It was a great day. By Нұрлан. Мәтінде Нұрланның туған күні туралы айтылған. Нұрлан 11 жасын қыркүйектің 29-ы тойлаған. Және ол жерде барлық достары келген. Достарымен бірге қазына іздеу ойынын ойнаған. Парктың ішінде олар 6 болған достары, және олар пираттармен пират болып ойнаған. Барлық өте қызық болған, барлық заттарды тығып, оны тауып ойнаған. Яғни тамақтарды тығып қойған, соны тауып ойнаған. Мысалға, сэндвичтер ол ағаштардың астына тығып қойған. Ал drinks сусындарды столға қарама-қарсы қораптың ішіне салып қойған. Ал тортты, яғни бәлішті қайда қойған? Бәлішті үлкен бас киімнің астына тығып қойған. Және барлық достарым
сыйлық алып келді дейді. Барлығымыз тамақ ішуге отырдық. Бұл өте керемет күн болды деп Нұрлан жазып кеткен. Енді сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Whose birthday was it? Кімнің туған күні болды? It's Нұрлан's birthday. Нұрланның туған күні болды. Екінші сұрақ. When was his birthday? Яғни қашан болды туған күні? On September 29, яғни қыркүйектің 29-ы болды. How old was he? Оның жасы нешеге толды? He's 11, yes? Окей, төртінші, яғни 11 жасқа толды. Where was the treasure hunt? Яғни қазынаны іздеу ойын қайда ойнады олар? In the park. Паркте ойнады, саябақта. Бесінші, how many children were there? Ол жерде қанша бала болды? Ол жерде 6 children, 6 бала болды. Келесі, where were the sandwiches? Алтыншы сұрақ. Сэндвичтерді қайда тығып қойды? Сэндвичтерді ағаштардың артына тығып қойды, я? Келесі, жетінші сұрақ. Where were the drinks? Ал сусындарды қайда тығып қойды? Сусындарды in a box opposite the table. Яғни столға қарама-қарсы қорапшаның ішіне қойды, я? Келесі сұрақ, соңғы 8-ші. What was the under a big hat? Үлкен бас киімнің астында не бар еді? Оның астында birthday cake, яғни туған күн бәліші торты болды, я? Міне осылай сұрақтарға жауап береміз. 38-ші беттегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Then match. Келесі сәйкестендіреміз. Бұл жерде сандықтардың ішінде сандар тұр, я? Біз соны ағылшынша айтылуын, яғни оқылуын тыңдап, оны белгілеуіміз керекпіз. Бірінші, 100. 100 бізде be, яғни 100 деген, я? 100 be сәйкестендіріп қоямыз. Келесі екінші 1000. 1000 ол бізде яғни 1000 мың деген сөз. Үшінші 250. 250 ол бізде яғни 250. Төртінші 900. 900 бізде яғни 900. Және соңғысы 588. Яғни ол бізде 588. Осылай сәйкестендіріп жазып аламыз. Келесі тапсырма. Exercise 4. Find Captain Jack Parrot's treasure. Do the sums and cross off the place on the map. The last place is where the treasure is. Яғни бұл жерде Джек капитанның қазынасын табу керекпіз. Ол үшін біз есепті шығарып, есепті шыққан сандармен қазынаны тауып алуымыз керекпіз. Ал ендеше есепті шығарамыз. Бірінші бізде 500 қосылған 250. Жауабы 750. Яғни жауабы 750 деп басталады, я? Келесі, 150-ді 4-ке көбейту керекпіз, балалар. Сонда қанша шығады бізде? 600. Я? 600 деп жазып қоямыз. Келесі 920-дан 380-ді аламыз. Қанша шығады, балалар? 540. Я? Я, онда астына жауабын 540 деп жазып қоямыз. Келесі 370-ге 460-ды қосамыз. Қанша шығады, балалар? 830, яғни 830. Бесінші 230-ға 3-ті көбейтеміз. Бізде қанша болады? Дұрыс, 690. 690. Және соңғысы 210-ға 790-ды қосамыз. Бізде 1000, яғни 1000 шығады. Міне осылай есепті жазып аламыз. Келесі бетке қарасақ, 39-ші бетте study spot деп тұр. Study spot дегеніміз бізде кішкентай ғана ережеге, яғни жаттап алу қажет нәрсе. Бұл жерде демеуліктер берілген. Демеулік дегеніміз preposition. Яғни қараймыз. Where is the treasure? Қазына қай жерде? Бірінші суретте on the left. On the left. Қазына ағаштың сол жағында тұр, я? On the left деген сол жақ дегенді білдіреді. Келесі суретте on the right. On the right, оң жағында. Between екі ағаштың
арасында, яғни ортасында деген сөз. Near. Near ағаштың дәл қасында. Above. Above деген ағаштың үстінде. Міне осындай демеуліктерді жаттап алуымыз қажет. Енді осы демеуліктерге қарап отырып 5-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Қараймыз, бұл жерде 4 жалау берілген. Red, blue, yellow, green. Қызыл, көк, сары, жасыл жалаулар. Енді біз қазір астындағы тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде балалар сөйлемде қара мен екі сөз берілген. Біз екі қара сөздің дұрысын ғана жазу керекпіз. Біреуі дұрыс емес. Енді бірінші сөйлем. The red flag is near the blue flag. Яғни қызыл жалау көк жалаудың қасында деп алу керекпіз. Үстінде емес, қасында деген сөзді near. Екінші, the green flag is on the right left of the yellow flag. Яғни, green flag дегеніміз жасыл жалау, сары жалаудың оң жағында ма, сол жағында ма? Қайсысы дұрыс? Яғни, жасыл жалау, сары жалаудың оң жағында, біз on the right деген таңдаймыз. Үшінші, the blue flag is above between the red flag and the yellow flag. Қызыл көк жалау, қызыл және сары жалаудың үстінде ма, ортасында ма? Ортасында, сондықтан between деген таңдаймыз. Төртінші, the yellow flag is on the left, right of the blue flag. Сары жалау, көк жалаудың оң жағында ма, сол жағында ма? Сары жалау, көк жалаудың оң жағында, on the right таңдаймыз. Және соңғысы, the yellow flag is between on the left of the green flag. Сары жалау, жасыл жалаудың оң жағында ма, сол жағында ма? On the left, сол жағында, сондықтан on the left деген таңдаймыз. Міне балалар осылай жазып аламыз.